Құрметті менің подписчиктерім, біз бүгін міне мына қызынақты томатты далаға егеміз. Міне уже гүлдейіндеп келе жатыр, бұдар өсіп кетті. Ерте егуге болар еді, бірақ бізде суық. Баяу болса Семей, әлі салқын дала. Енді бұнана матамен дугадарын тағып, матамен жауып қоямыз, қалынымен. Мендімді теплицаның ішіндегі міне мынадар міне гүлдеп тұр. Міне бойлары қалай көрінсін. Мына томаттардың міне жағында. Бұл әртүрлі сұрыпты. Содан кейін мынау астындағы мен далаға егетіндерімді қойып қойған. Бұлай негізі бұлай. Міне қараңыз қандай. Міне кадаласып келе жатыр. Есігін ашып қойдық. Мынау тәтті бұрыштар. Міне ар жақта міне қияр. Міне қияр. Мына торға өз көтеріледі. Осылай қазананы егеміз біз далаға. Мына алдында міне баклажан. Бұнда мүмкін бүгін егеміз, көреміз. Жауапсыз ештеме болмайтынша сондай соқ болмайды мен. Осылай міне. Астында не гүлдер суда тұр. Гладиолустар. Су өтіп қапты біреуін. Осылай қазір міне мынаны егеміз қазір. Біз міне де бастайық. Әстіп алып шығамыз. Әне қарашы көрсетші. Міне мына біздің қызынақ контейнерде отырған. Осылай отырғанның бір жақсысы мына ауырмайды. Мына қазір мен шешіп көрсетемін, ішін бәрі тамыр болады. Міне оңай шығады. Міне тамырды көрдіңіздер ме? Міне осылай тыға саламыз, тесіктің ішіне. Болды міне. Қыз топырақты төгемін. Жасылап өтіріп. Мұшып тастау керек. Қысайық қалды ішкені, бірақ баға жанына. Не отырса саламыз ол. Біраз тұру үшін темір. Так. Екіншісін. Кеше суға тастағанбыз мен. Алдың оны да жей. Марқан соққымен, емен. Міне, мыналар. Мына уже құрғапты. Міне. Тез арада егу керек. Міне, тамырын қараш. Уже қиналып тұрдан не де болады. Кетпейді топырауға. Болды. Енді осылай нетеміз. Мына менің неменем. Осында жасап ағым алдыңғы жыл. Былтыр мынау тиктоктан 1.400.000 просмотр алды. Елдер көп сұрады, жасап беріңіз деп. Оған қол тимейді жасауға. Жасап алсаңыздар болды. Контейнердің несіндей мынау көлемі. Солай кесіп жасап ағам. Ыңғайлы. Осылай. Бұл биыл өзгертем бе деген. Ештемен өзгерткен жоқпын, осылай жүрген. Болды, жарайды, соны болған енді түсіреміз. Міне біз болдық егіп. Мына темірдерін тартып қойдық үстіне. Қазір жауып тастаймыз бәрін. Материалмен. Екі қабатына жаппасақ күн салқын болады дейді. Көреміз біз. Болған енді түсіріп аларым. Міне болдық біз. Егіп тастадық. Ана матасымен де жауып қойдық. 3 қабаттай деді, солай болды. 3 қабаттай. Бүгін 7 мамыр. Бүгін мейрам күні. Өздеріңіз құттықтаймын мейраммен. Елдер мейрамдатып жатса, біз деген жұмыс істеп жүрміз. Міне көрістейікші қалай екен міне. Осылай тұр. Күн ыстықты ашамыз. Күн салқындағанда жауыпсаңыз, бір жағын ашық қойдық, бір жағын. Бүгін бірінші күні отырған теплицаның ішінде отырған, онда жылы. Міне бұлай. Осылай болды. Далада 24 градус дейді. Кішкене жылыды, бағана 18 болып тұрған соң жауып қойдық. Көріп жатамыз. Ал енді достар, сіздерден подписка, лайк қойыңыздар. Бірден кесі дұрыс болмаса комментарийлеріңізді жазып отырыңыздар.
пікірлеріңізді. Осылай болды енді. Енді мынау алдың күні кеткен немене құлпынай жақсы болып тұр бұл. Жерге тағы да бір қызына егеміз томат. Ол басқа сұрып. Дамский пальчики деген вот әлі теплицада тұр. Тағы да бір күн суытады дейді, содан кейін егем. Әйтеуір ұзарып кетті. Бойдары ұзарып кетті де, содан кейін егіп сағынға еріксіз егетін болдық. Осылай достар.